Сәлем оқушым, 9 сыныптың алгебрасы 23-те бірінші есепті шығаратын боламыз. Есептің шартында мына өрнектердің бұрышы альфа болатын тригонометриялық функцияға келтіріңдер дейді. Яғни бұл жерде келтіру формулаларын қолданып шығаратын боламыз. Біріншісі синус 90 градус азайту альфа. Яғни 90 азайту альфа бұл бірінші ширекте. Синустың да косинустың да таңбасы оң таңбаны қабылдайды. Сондықтан синустың аты өзгеріп косинусқа өзгеріп кетеді. Функциямыз косинус альфа болады. Таңбасы оң. Екіншісі косинус 90 градус азайту альфа тең болады синус альфаға. Үшінші синус 180 градус азайту альфа тең. Бұл жерде функцияның аты өзгермейді. Синус бойынша қалады, бірақ ширектегі таңбасына қараймыз, оң таңбаны қабылдайды, сондықтан синус альфа деп жазамыз. Төртінші косинус 180 градус азайту альфа. Функцияның аты өзгермейді, косинус альфа болып қалады, бірақ ширектегі мәні бізде теріс таңбаны қабылдайды. Теріс косинус минус косинус альфа болады. Бесінші синус 270 градус плюс альфа. Аты өзгереді, синус функциясы косинусқа ауысады, косинус альфа оң таңбаны қабылдайды. Алтыншы косинус 270 градус азайту альфа. Бұл жерде тоже аты өзгереді, синус альфа болып, ширектегі таңбасы теріс таңбаны қабылдайды, сондықтан минус синус альфа деп жазамыз. Келесі, жетіншісі синус 360 градус азайту альфа. Функцияның аты өзгермейді, синус альфа болып қалады, ширектегі таңбасын анықтаймыз, ол бізде теріс таңбаны қабылдайды, сондықтан минус деп қоямыз. Минус синус альфаға тең. Сегізінші косинус 360 градус плюс альфа тең. Функцияның аты өзгермейді, косинус альфа болады, ширектегі таңбасы оң таңбаны қабылдайды, сондықтан косинус альфа деп қалдырамыз. Тоғызыншы котангенс 180 азайту альфа тең. Котангенс функцияның аты өзгермейді, котангенс альфа болып қалады, ширектегі таңбасы теріс таңбаны қабылдайды, сондықтан минус котангенс альфа деп жазамыз. Оныншы тангенс 90 градус плюс альфа тең. Тангенс функцияның аты өзгереді, котангенс бұл өзгереді, котангенс альфа дейміз, ал енді ширектегі таңбасын анықтаймыз. Котангенс екінші ширекте бізде теріс таңбаны қабылдайды, сондықтан минус котангенс альфаға тең. 11-ші котангенс 270 азайту альфа тең. Котангенс функциясы тангенс альфа болып ауысады, ширектегі таңбасы оң таңба, сондықтан плюс тангенс альфа болып қалады. 12-ші тангенс 360 градус азайту альфа. Тангенс функциясының аты өзгермейді, тангенс альфа болып қалады, ал ширектегі таңбасы теріс таңбаны қабылдайды, сондықтан минус тангенс альфа деп жазамыз. 23-те бірінші есеп түсінікті деп ойлаймын. Егер сұрақтар болса, комментарийге қалдырып өтіңіздер. 23-те екінші есепте есептің шарты есептеңдер дейді. Бірінші бізге берілген синус 225 градус. Біз 225 градусты шектік градустық өлшемді аламыз, сонда синус 225 шығу үшін шектік градус бізде 180 градусқа қосамыз 45-ті. Сонда 180-ге 45-ті қосатын болсақ, 225 шығады. Ал енді келтіру формуласын қолданамыз. Синус 180 градуста бізде синустың аты өзгермейді, яғни синус 45 деп қалады. Бірақ бізде ширектегі таңбасы теріс таңба, 180 плюс 45 деп тұрғанымыз, бұл бізде үшінші ширек. Үшінші ширекте синустың таңбасы минус. Сондықтан синус 45 градустағы, енді таблицадағы мәнін аламыз. Сонда синус 45 градус бізде минус түбір астында 2 бөлу 2-ге тең деген жауапты алады екенбіз. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, тура осы сияқты қалғандарды да орындаймыз. Екінші синус 330 градус. Синус 330 градусты біз алуымыз мүмкін. Синус 360 азайту 30 деп алатын болсақ, бізде 330 шығады. Тең минус синус 30 градус, мәнін аламыз, минус 2-ден 1-ге тең. Үшінші косинус 210 градус. Бұны біз алуымыз мүмкін. Косинус 180 градус плюс 30 градус деп. Яғни 180 мен 30-ның қосындысы 210-ға тең. Ары қарай тең минус косинус 30 градус. Келтіру формуласын қолданамыз. Және де таңбаларын анықтаймыз, қай ширекте қай таңбада тұр. Одан кейін барып косинус 30 градустағы таблицадан мәнін ала саламыз. Түбір асты 3 бөлу 2-ге тең. Төртінші тангенс 225 градус. 225-ті тоже тангенс 180 градус плюс 45 градус деп алуға болады. Ары қарай тангенс функцияның аты өзгермейді, тангенс 45 градус деп қалады. Тангенс 45-те бізде 1-ге тең мәні. Косинус 120 градус. 120 градусты біз алуымыз мүмкін.
косинус 90 градус плюс 30 градус депмін. Функцияның аты өзгереді. Синус 30 градус болып өзгереді. Таңбасы оң таңба. Синус 30 градустың мәнін ала саламыз. 2-ден 1-ге дейін. Алтыншысы котангенс 150 градус. Котангенс 150 градус дегенді біз былай алуымызға болады. Котангенс 180 градус, азайту 30 градус деп аламыз. Енді котангенс функцияның аты өзгермейді. Котангенс 30 градус деп қалады. Таңбасы теріс таңба. Котангенс 30 градустағы мәні түбірасты 3-ге дейін. Міне есепті түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер сұрақтар болса, комментарийге қалдырып отырамыз. Түсінікті болса, лайк басып, достармен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше.